Бірге аспаса, сен жұмыс жаса, керек болса ақша алып қайтады, еңбекті сатпа, жұмыс жоқ деп жатпа. Жалқаулық жауыз, батыр бол нағыз, маңдай терді тамыз. Айтпашы арыз, сұрама қарыз, еңбек ету парыз. Енді өзіңіз жұмысқа барасыз. Кәдімгі 5 күн, таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін 5 күн жұмыс, вот воскресенье демаласыздар. Мейрам күндері обязательно демаласыздар. Үкіметтің жұмысы сияқты. Айлығы қанағаттандыра ма екен? Жоқтар. Қанша дейді? Минимальный 70, былайша 100-ге, енді анау экологический қосқанда 100 мың. Мен енді жасырмай, бірінші мамандық бойынша 8 жыл инженер болып істегесін. Ояқта жақсы айтып таптым енді. Сосын одан екінші мамандықпен мұғалім болып істедім. Балабасы көбейгесін мамандықты ауыстыруға тура келді. 10 жыл бойы мұғалім болып жұмыс жасадым. Ояқта да енді айлықты жақсы таптым, категориям бәрі бар. Бұл жақтан неге кетіп қалдыңыз? Ояқтан кеткен себебім бұл жаққа көшіп келдік біз Қызылорда қаласына. Бұл жақта да бар шығар сондай. Енді мұғалімдікке міне 6 ай болды, осы 7-ші айға бара жатыр, әлі Вакансия жоқ, Қай мекемеге кетесізбе? Мемлекетке алмайтын жанына жазып береді, ақша алғандығын жазып береді. Бізге 5 жұмыс күн ішінде жауап әкеп береді, істете жүреді. Как такового больше никаких требований у нас нет. График работы у нас смены по 11 часов. С 8 утра до 8 вечера это дневная смена. На следующий день с 8 вечера до 8 утра. В среднем обычно получается 15 дней за месяц. оклад, что оклад Оклад в районе 110 до 130, все зависит от выручки и плюс бонусная часть. То есть это все зависит от вас, насколько Жеке блогеріміз Фархат Жансұлтанов. Мына автобус жүргізу үшін айлығы қанша болады шамасы? Бізде сағаты 700 теңге, сол сағатқа байланысты. Бір сағаты 700 теңге. Сол жасаған сағатына байланысты? Иә. 700 теңге. Бұл 700 теңге деген оклад, сосын үстінде экологический анау деген Қосылады. Шамамен қанша болады примерно айына? 200 мыңдай шығады. 200 болады, мына ремонтын, машина ремонтын бұл жасамайды? Жоқ, оған отдельный слесарьлеріміз бар. Механик. Қазір біздің қалада жүрген жасыл автобустар ғой, Иә, жасыл автобустар. Рахмет. Мынау компас қой, компас. Оператор, кассир, кассада отыратын оператор. Оған айлық шамамен қаншадан басталады? От 110 и выше. Оклад зависит от продажи. То есть чем больше будут продажи, тем, соответственно, будет и заработная плата больше. Продажа ГСМ или продуктов? Продуктов. Да, то, что находится в магазине. То есть зарплата зависит от этого магазина, да? Не совсем. Не совсем. Есть практически фиксированный оклад по сменам, и все остальное это бонусы. То есть кассир сам заинтересован, чем больше она продаст, тем отдельно от оклада на себе зарабатывает бонусы. Ночную смену согласно трудового кодекса? Конечно. Все согласно трудовому законодательству. Все в рамках 110 тысяч, да, уже начинается? Да. Количество смен в среднем обычно бывает 15. По практике вместе взятым, с бонусами, хорошей выручкой, примерно сколько получает час, например? 140, 150. Күзетшілердің айларына қанша шамамен? 100 мыңның көлемінде. Сол жаманқұлдың өзіне байланысты. Саламатсыз ба? Бұл орман шаруашылығы, орысша горный лесхоз, иә? Бұл ана ахат союзы емес, иә? Жұмысшы талай көші шамамен қанша алады айлығы? Жұмыс несі? График қандай? Азанғы 9-дан кешкі 5-ге дейін, 1-ден 2-ге дейін обед. Сенбі күні азанғы 9-дан 2-ге дейін.
Ассалаумағалейкум. Болат шешілсе бұл қай жерде орналасқан? Осы мынадай немен айналса ма? Металл обработкамен әлде труба шығарасыз ба? Соған тапсыру керек. Яғни мына токарь не ма? Жаңағы трубаны резной санап істеу керек па? Бұл енді кішкене қымбаттау бұл жұмыс, иә? Осы енді айлығы 140-тан басталады, иә? премияда болған кезде жұмыста жақсы істеп премиясы да болады. Мына жақта енді адам жоқ. Адам жоқ жүрмін, баға. Не, мұнай өндірушілерге сервистік компания. Предоставление. Помбур, жаңағыдай. Дизелист. Бір бригадалар қазір объем алып жатсыздар, соған адам жинақтап жатсыздар ма? Бұрғылаушының көмекшілерін. Бұрғылаушының көмекшісі 130-ға дейін алады, первый помбур 150-ге дейін. Сейчас не Помбур. Бурильщик деген бар ма? бурильщик деген жоқ, помощник бурильщик бар. Дизелистің айлығы ше? Дизелист 120-мен 30 күннің 15 күні ночь жұмыс жасайды, 15 күнде күн жасайды. Ночқа бөлек төлем төленеді. Жаңағы айлықтысына қосымша ақша төленеді. Командировочный обязательно, жолға ақша төленеді обязательно. Жолда компания өз көтереді, барып қайтуды. Бұл жердің енді бір жақсы жері Жезқазған деген мына Қызылордаға жақын жер ғой. Мысалы қазір жол жөнделіп жатыр, қазір автобуспен егер жазға қарай автобуспен жүреміз ғой. 7-8 сағатта уже жетіп барып тұрмыз. Құмкөлге барып келгенде ғой 2 сағатта, дәл сондай уақыт. Бүкіл гостиница, бүкіл транспортный расходтың барлығы төленеді. Қазір жұмыс орны ашылып жатқан неде ма? Жаңағы Жезқазған трассасында ма? Жұмыс жоқ ода емес. Бұл Жезқазған өзінде кен орындары бар. Сол жерде біраз кен орындарды алғанбыз, 12-13 орынды. Сол жерде жұмыс жасаймыз. Ата осы уақытқа дейін біз былтырға дейін Құмкөлде Петроказахстан обслуживание жасағанбыз. Қазір жұмыс ретінде Қазақстанның барлық қалаларында, облыстарында бар осы мекеме. Шеф-повардың айлығы 450-ге дейін барады деді. 450-ге дейін барады, 450. Конкретно 450. Повардікі? Повардікі 260. 261 мен 265-тің аралығы. Тағы да түнгі сағат қосылады оған. Түнгі сағат. Жаңағы жұмысшылардікі где-то 190-ның көлемінде дедіңіз ба? 200-дің көлемінде жұмысшылардікі. 195. Сұрай алмаймыз. Құмкөл эко дейді, лицей дейді, мектеп лицей. Саламатсыз ба? Так, колледж біздің медицинский колледж ғой, иә? Медколледж. Сізге мынау ма? Мынаң адам жоқ, иә? Облыстық мектеп лицей, программист және физика кабинетінің зертханашысы керек дейді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Алтай торг сервис бұл қай жерде орналасқан? Қызылорда қаласы, Әуезов көшесі 20А үй. Асхана қызметкері дей ма? Біздің жұмысқа асхана қызметкері болғанда уақытылы қатысқан қызметкерлер. Біздің тапсырыс беруші мекеме ол бұрғылау компаниясы. Бұрғылау компаниясы болғандықтан уақытылы қатысқан. Сағат 11-де бос жұмыс орны жәрмеңке басталды. Мына қазір сағат 11-ден кетті, 15 минут уақыт. Бірақ жұмыс іздеп келіп отырған азаматтардың саны өте аз. Самратов Абылай Мейрамбекұлы, Қызылорда қалалық жұмыспен қамту орталығының жұмыссыздықпен жәрдемдесу бөлім басшысы. Осы жәрмеңке туралы өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз. Енді жәрмеңке біздің қала төңірегінде айыма ұйымдастырамыз. Айына бір рет осы қала тұрғындарына, жұмыссыз азаматтарға әлеуметтік желіге салынады, хабарлама беріледі. Бірақ халықтың осы ақпарат қабылдауы дұрыс емес па, көбінесе бізге халық аздап келіп қалады. Жұмыс берушілерден де арасында ұяламыз, адам жинап беріп. Енді осы Қызылорда қаласының тұрғындарына айтарым, осындай бос жұмыс орнында жәрмеңкесі ұйымдастырған кезде жұмыс іздеп жүрген таныстарыңыз болса, осы хабарлап, осы жұмыспен қамту орталығынан толық ақпарат алыңыздар, немесе қалалық жұмыспен қамту орталығы деген Facebook парақшамыз бар. Сол жаққа біз міндетті түрде бір апта бұрын салып қоямыз жәрмеңкелерді болатын. Қызылорда жылу электр орталығы жоқ, өкілі жоқ. Алинұр күзет фирмасы Нұрсұлтан жеке кәсіпкер.
жоқ адамдар. Ассалаумағалейкум. Қызылорда жолдары мекемесі, жол жұмысшылары керек, механизатор, каткист керек, әлі табылған жоқ па? Бір-екі адамдар хабарласып жатыр, направлениемен де кісілер келіп жатыр. Сіздерде мен неде тізімде көргем шамамен 200 мың айлық, бұл не ма? Жаңа вахталық режим ба, әлде қандай? 5 күндік. Шамамен қаншаның көлемінде айтып берсеңіз? Мамандықтарына байланысты әртүрлі болып тұрады. Мысалы, фармашылықтардың 150-ге дейін барады, бетоншіктердікі. Қалғандарынікі 130-дай шамасы. Енді бара сояқтан тағы сөйлеседі ғой. Жәрмеңке арқылы жұмысты табу туралы нұсқаулық бересіздер ме? Дәл солай. Егер ол нұсқаулыққа жаңағыдай қанағаттандырмаған жағдайда қалай болады? Енді оны борышкердің өзінің құқығы бас тартса да болады. Дегенмен бірақ қазіргі таңда біз ұсынып отырмық, жүргізуші бар екен бұл жақта, біздің борышкеріміз бас тартып тұрған жоқ, яғни сол мекемеге ары қарай барып өзі өтініш. Бірге аспаста, сен жұмыс жаса, керек болса ақша алып қайтапты, еңбекті сатпа, жұмыс жоқ деп жатпа, жалқаулық жауыз, батыр бол нағыз, маңдай терді тамыз, айтпашы арыз, сұрама қарыз, еңбек ету парыз.